Сәлем достар. Осы сіздер динозаврдың не екенін, жалпы қандай жануар екенін білесіздер. Оны мультфильмдерден, фильмдерден көрдіңіздер. Бірақ дегенмен де айта кетейін, олар динозаврлар негізі жер бетінен, жер планетасынан 65 миллион жыл бұрын жоғалып кеткен. Бірақ дегенмен де достар, ол кезде адамдар болған жоқ. Бірақ біз олардың сұлбасын, денелерін, түрін, бет-әлпетін нақты сызып алдық. Яғни, мультфильмдерде біз соларды қайта тірілттік деп айтсақ болады. Бірақ дегенмен, достар, 65 миллион жыл өтті. Біз қалайша анықтадық олардың түрлерінің осындай екенін, олардың тырнақтары осындай екенін, тістерінің андай үлкен алып екенін қалай анықтадық? Осы салада жұмыс жасайтын бізде негізгі адамдар бар. Олар археологтар және тарихшылар. Мысалы, сіз мұражайға, яғни музейге барған кезде, сіз толығымен сүйегін, қаңқасын осы динозаврлардың толығымен көре аласыз. Бұлар қалай жасалды? Біз қазір сол жайлы айтатын боламыз. Яғни біз бұл процесс жайлы емес, біз тарих және археология мамандығына шолу жасайтын боламыз. Ендеше кеттік. Археолог мамандар ежелгі қалаларды, ежелгі мәдениеттерді, қаншама жылдар, қаншама ғасырлар бұрын пайда болған, сол кездегі өмір сүрген жануарлар болсын, адамдар болсын, тайпалар, тарихи мұраларды зерттейтін, олардың қазып алатын, сондай қазба жұмыстармен айналысатын мамандар. Археология деген сөзді жалпы Платон, яғни ұлы философ Платон енгізген. 18-ші ғасырда археология сөзі негізі белгілі бір тарихи өнер деген мағынаны берген екен. Ал 19-ші ғасырда біз қазіргі таңда біліп жүрген, өзіміз көріп жүрген телевизордан осындай археологтар осы мамандық қалыптаса бастады деп айтсақ болады. Қазіргі заманғы археология ол өткен ғасырдағы, өткен өмірдегі мәдениеттерді, сол кездегі түрлі құпияларды зерттеуге, оларды ашуға итермелейтін, осыны зерттейтін ғылым. Сондай-ақ ежелгі ғасырда, ежелгі дәуірлерде қандай жануарлар өмір сүрді, қандай құстар болды, қандай балықтардың түрлері болды, осының барлығын зерттеп, жалпы біздің жер планетасын, өзіміздің халқымыздың жалпы жер планетасының тарихын зерттеуге көмектесетін бірден-бір өте керемет мамандық. Достар, егер де сіздер осы тарих пәнін жақсы көрсеңіздер, егер сіз бұрынғы заманды зерттеп білгілеріңіз келсе, сол артефакт деп айтады ғой, солардың барлығын қолмен ұстап көргіңіз келсе, жалпы осы жұмыс сізге қызықты болса, неге бармасқа? Тарих және археология білім беру тобында 3 мамандық бар. Олар тарих, археология және этнология. Үшіншісі мұражай ісі және ескерткіштерді қорғау. Әрқайсысына бөлек бір тоқтала кетейік. Тарих мамандығы ол өзінің аты айтып тұрғандай, жалпы бізге дейінгі өмір сүрген халықтардың, жалпы мәдениеттердің, олардың барлығын зерттейтін ғылым. Археология және этнология мамандығы жалпы Қазақстанның тарихын, философиясын, экологиясын, тұрақты дамуын, жалпы осындай факторлардың барлығын заманауи технологиялар арқылы зерттейді. Мұражай ісі және ескерткіштерді қорғау мамандығы өзінің аты айтып тұрғандай, жалпы сол археологтардың тапқан артефакттарын, жалпы экспонаттарын мұражайға қойып, сол жақта жалпы осы мұражайдың ішінде жұмыс жасау дегенді білдіреді. Қазақстанның ең әйгілі археологтарының бірі ол Әлкей Марғұлан. Марғұлан КСРО ғылым академиясының академигі, Ферсман мен профессор Руденконың басшылығымен ұйымдастырылған Қазақстан және Алтай археология және этнография экспедицияларының жұмысына қатысты. Экспедиция кезінде Әлихан Бөкейхановпен тығыз қарым-қатынас орнатып, бірлесіп қызмет жасады. Марғұлан тарих, археология, этнография, әдебиет, өнер және металлургия саласына қатысты 300-ден астам ғылыми зерттеу жұмыстар, 100-ден астам энциклопедиялар, мақалалар жазды. Сонымен қатар қазақстандық этнографтардың, археологтардың, тарихшылардың бірнеше буынын даярлады. Марғұланның ғылыми еңбектерінің бірқатары шетел тілдеріне аударылды. Ал енді археология туралы бір қызықты факт айта кетейік. Археологтар Астрахань облысында сарматтардың алтын және күміс әшекейлері бар ежелгі қорғанды тапты. Сарапшылардың бағалауынша жерлеу 2000 жылдан асады екен. Қазір Ресейдің оңтүстігінде жататын аумақтар біздің дәуірімізге дейінгі 4-ші ғасырда көшпелі тайпаларға тиесілі болды. Астрахань қорғанынан зергерлік бұйымдардан басқа, олардың көпшілігінде теңдесі жоқ. Олар қанжарлар жиынтығын, ат әбзелдерінің элементтерін, тұрмыстық заттар мен иран тілді көшпенділердің қалдықтарын тапқан. Сіз дәл осы мамандықты бітіріп, яғни археолог мамандығын бітіріп, көптеген ғылыми зерттеу институттарында жұмыс жасай аласыз, сонымен бірге сіз университеттерде осы пәннен сабақ бере аласыз. Және жалпы сіздің негізі мансабыңыз карьерная лестница дейді ғой. Осы нәрсе сізде ғылыми зерттеулерге байланысты, мақалаларға байланысты, сіздің еңбектеріңізге байланысты жоғарылай береді. Археолог болу үшін сізге қандай қасиеттер мен қабілеттер қажет? Ең алдымен сізге аналитикалық және дедуктивті ойлау қабілеті қажет. Тарихты жақсы білуіңіз қажет. Физикалық төзімділік қажет, техникамен жақсы жұмыс жасай алу, және кішігірім детальдармен жақсы жұмыс жасау қажет. Тарих және археология мамандығының таңдау пәндері дүниежүзі тарихы және география. Бұл білім беру тобының коды B034 және
2020 жылы грантқа шектік ұпайы 74 балды құраған және барлығы 140 грант бөлінген екен. Тарих мамандығын елімізде 16, археология және этнология мамандығын 7, мұражай ісі және ескерткіштерді қорғау мамандығын елімізде 3 университетте оқытады екен.